негізі біздің спортта оқушыларымызға жалпы дисциплинама не керек, жалпы соларды бір санап берсеңіз, ең басты маңызды дүниелер. Ең маңызды енді бұл оқушыларға емес, ол жалпы спортта ең бірінші спорт қалайтын тәртіп, одан кейін жоспар и қаражат қой. Үшеуі болса бәрі. Үшеуі болса? Иә. Ал қаражат негізі кімдер береді, негізі спонсорлар, демеушілер бар ма, еліңіз табыла ма? Енді ол демеушілер әрине, әр спортшының өзінің демеуші бар ғой, бірақ ол демеушілер оны жылына келіп бере алмайды, оны үкімет қолдайды. Үкімет әрдайым спортшыларды қолдап отыруы тиіс дейсіз ба? Тиіс емес, ол қолдайды өзі. Өзі үшін мемлекет? Мемлекет бүкіл спортшылардың жататын, тұратын, киім бәрін мемлекет өз несіне алатқан қорланады. Жақсы. Өзіңіз жалпы мынау спорттан бөлек тағы немен шұғылданып жүрсіз? Енді спорттан бөлек. Яғни спортты сіз аяқтадыңыз ба, жоқ әлде? Жоқ, мен спорт енді 9 жыл болды ғой. Иә. Қазір осы мемлекеттік қызметте, одан кәсіп бар, нәсіп бар отыр. Мемлекеттік қызметкер ретінде өзіңізді көресіз ба алдағы уақыттарда? Енді алдағы уақытта басшылар не тапсырма береді, енді білмейміз ғой, ол адамның басы Аллахтың добы дей ма? Қаяқта қай күн не болатынын бүгінгі күні осы жалпы осы спортымыздың дамуына өзіміздің үлесімізді қоссақ қой үміттеміз. Түсінікті, рахмет аға. Ал жалпы осы қазақ күресі қазіргі таңда қалай болып жатыр сіздің көзіңізше? Енді қазақ күресі қазір дамып жатыр, өйткені қазақ күресіне білікті де білімді мамандар жұмыс істеп жатыр. Енді қазір біріншіге біздің мақсат қазақ күресінде тұрған федерация тұрған вопрос ол біздің жазғы Азия ойындары бар, соған кіргізу. Соған қазір бүкіл күш жігерді қосып жатыр. Если ол жазғы Азия ойындарына кірсе, ол олимпиада кіреді деген значит не бар, бір қадам бар. Кім мықты спортшылар осы қазақ күресінің қазіргі таңда? Енді Ерасыл бар, одан кейін Ерасыл Қажыбаев. Одан Ғалымжан Қақпаев деген спортшымыз бар. Одан кейін Қарабура деген бар Ақтаудан. Одан кейін Шымкент, оңтүстіктің балалары жақсы. Көп қой енді ол жерде. Жалпы мүмкіншілігі бар ғой қазақ күресінің жалпы олимпиада спорттардың қатарына енуіне? Бүгін ертең кіреді деп айта алмаймын. Жалпы болашақта қазір Азия ойындарына федерация бүкіл мүмкіншілігін салып жатыр. Соған кіргізу ең бірінші мақсат. Сол бірінші қадамды өтіп кетсек, ары қарай олимпиаданың алға алысымыз. Рахмет аға.